Бұны қазақ халқы бір-ақ ауыз сөзбен түйіндеп айтқан. Есіктегі басын төрге сүйрейді, төрдегі басын көрге сүйрейді деп бір-ақ сөзбен айтқан. Енді көр деген ана қабірдің көрі емес, ол жерде айтылған сөз. Сонымен бірге өмірде Аллаңды ұмытсаң, сенің себебіңмен өмірдегі мәнін жоғалтса, мейлі еркек мейлі әйел болсын, көрге кірмегенде не нәрсе тірідей. Сондықтан Мәшһүр Жүсіп бабамыздың өзі қыз балаға, яғни болашақ өміріне 5 нәрсе, 5 ғылым, 5 тәрбиелі нәрсе маңызды деп айтады. Біріншісі, иманын сақтау керек, Алланы тану керек. Екіншісі, жынды қылмай, ұрып соқпай, ақылын таныту керек, ақылын ұстау керек. Одан кейін оның өміріне қауіп төнгізбей, жанын сақтау керек. Одан кейін мал сақтау керек. Осы нәрселерді айтуды бұйырған. Енді ер адам әйеліне мүмкіншілік туғызып беру керек, оны 4 қабырғаға байлап, өзі кешке дейін қаңғып қыдырып, кафелерде жүріп, әйел адам үйде малай емес, құл емес, оның жағдайын туғызу керек, немесе бірге апарып қыдыртып, бірге алып жүріп, сөйту керек. 24 сағат қаңғи беруген дұрыс емес, Дубайға барсаң қайтып келе алмайсың ғой. Сондай болып қалуы мүмкін. Екіншісі, әйеліне білім алдыру керек. Неғұрлым қыз бала білімді болса, неғұрлым қыз бала оқыған болса, вообще айтайын дегенім осы жерде, мына оқыған қыздарды бар ғой, оқымаған тупойларға бермеу керек. Бермеу керек. Өйткені ол білімнің қадірін білмейді. Ілімнің қадірін білмейді, бар білімін жоқ қылып, жынды қылып, есін аударып кетеді семьясымен. Оқыған қыз оқыған жігіттің ғана, яки оқудың, білімнің қадірін білетіннің теңі. Одан кейін адам адал тамақ тауып беру міндетті болады еркек адамға. Әйеліне зұлымдық етпеу керек болады. Одан кейін қатесін түзеткен кезде, бір қателігі болады, адам бәрі қателеседі. Сол қателігін түзеткенде прикол ұстамай, мазақтамай, жынына тимей, ар намысын жерге төкпей, қадірлемей, жаңа қадірін түсірмей, әке шешесіне тіл тигізбей, сенің жаңа тұқымың деп, жеті атасы өліп қалған жатыр патырынан айтып кететін жындылар бар. Бұл арсыздық болады. Еркек адам ондай дәрежеге төмен түсуге болмайды. Оның әкесінің, шешесінің несі жоқ, кінәсі жоқ. Енді сен тәрбиеле, саған келді ғой ол. Сол әулеттен шығып саған келді, сен тәрбиеле, ұрмай, соқпай, ар намысына тиіспей. Содан кейін асырағаны міндет қылмау, баққаны міндет қылмау, сөзді таңдап сөйлеу, байқап сөйлеу, ауыз ашқан осы екен деп, жаңағы арына, намысына тигізбеу керек. Содан кейін басқа біреудің қатыныменен әйелдерді, басқа біреудің сол сияқты әйелдерді күйеуін Русланмен, Қайратпен, баяғы жігітіңмен, соседтің байымен салыстырмау керек, одноклассниктермен салыстырмау керек. Сен ана қарашы, одноклассникің мектепте шумау болған, бүгін мынадай болып кетті деп еркектің арына, намысына тиіспеңіздер. Әр адамның ырыздығы, нәсібі әрқилы. Сондықтан осындай дүние бар. Осы жағдайлар ұстау керек. Тура сол сияқты әйел кісілерде еркектің мойнын асылып мезі қылмау керек, ар намысына тиіспеу керек. Одан кейін барып әке шешесіне құрметпен қараңыз, қолыңыздан келгенше қызметінде болыңыз. Теріңнен шығып кет демейміз, бірақ қолыңнан келгенше ата-анасын құрметтесең, бұл сізге үлкен ырыстың, берекенің міндеті. Салихалы әйел деген сөз Құранда да, шариғатта да, сүннетте көп келеді, бірақ салихалы әйел деген сөз дана әйел. Ол жерде салиха деген орамал тағып алып отырғанда ғана айтылмайды. Бұл жердегі әңгіме оның тәрбиесі, салихалық даналығы, ақылды өмірге сіңіргендігі мәселе осыда. Кейбір кезде әйелдердің де еркектердің ақылы жас келе кіруі мүмкін. Көп адамдар бәрі жас кезінде жастық алып алабұртып, күш алға басқаннан кейін ұмытып қалуы мүмкін. Сезімдер, жастық сезім, қыдыру сезімі, ойнау сезімі алға шығып кетуі мүмкін. Сондықтан оған түсіністікпен қараңыздар. Жаңағы бала кезінен өлгенше жұмыс істеп, өлгенше тірлік істей беріп, ертең бір-біріне қадіріне жетіп, дана айтайын дегенім, мына ер азаматтарға да ақшаны тыға беріп, қатынға бермей, балаға бермей, тыға беріп, өлсең де қалады сол дүние. Сондықтан да кейде ел көріп, кейде жер көріп, кейде қыдырып та келу керек шығар. Бітпейтін дүние бітпейді ешқашан. Бірақ енді қазір қыдырудың керегі жоқ. Сен жаққа соғыс болған кезде бүгін естіп алып, ертең кеттік курортқа деп бір жағына шыға алмай жүрмеңіздер, Дубайға барып қайтамай. Сондықтан қазір керегі жоқ.
кішкене басылғаннан кейін бір-біріңізді қыдырып, бір-біріңізге ел көрсетіп, жер көрсетіп, балаларыңызбен бірге қыдырып, сөйтіп тұрыңыздар. Егер баруға шамаң жетпесе, үйдің қасындағы кофейняға апарып, бір кофе ішіп отырыңыздар. Балалармен кейде баласыз да барған жақсы болады. Кофе алып бере алмасаң да, жаңағы чизкейк әперіп, онсыз да сен бір бұл жеп отырса да, бәрібір алып бер бір чизкейкті. Ода тұрған ештеңе жоқ, сен арықтауың керек деп қинама. Сол бір чизкейктен түк болмайды ол. Сол сенің тамағың ысырап болмасын деп, балалардан қалғанды жей беріп семіріп кетті байқұста. Сондықтан айтайын дегенім, сол нәрселерді бергеніңізді міндет қылмай, жақсы сөз сөйлеп, чай ішкенде, мені көріп отқандар чай ішкенде, бірге шай ішіңіздер. Бірге шай ішіп, қасында отырып, сөзін тыңдап, телефоныңды былай қойып, не болып жатыр өзі, әлем не болып жатыр, екеуің политиканы айтып, мына жағы Монғолия, мына жағы Иранға кіріп кетіп жүрмеңіздер. Енді айтатын нәрсе көп қой өзі. Бірақ айтқан осы екен деп харам жүрген кейбір жігіттер болады. Саған дейін Сандуғашпен жүргем, одан кейін Гүләмен жүргем, одан кейін барып әсемде кетіп қалған ішінде. Осындай болған болса да, күнәдан да ауыр нәрсе сонымен мақтану. Әйтеуір не керек, жақсы сөз сөйлеп, Алладан жақсы сөз тілейтін уақытта тұрсыздар. Дұғаларды көп айтыңыздар, әйел кісілер әсіресе. Күйеуің жамандап, байыңды жамандағаннан жақсы байын саған ешкім бермейді. Болары болды. Алладан сұраңыздар. Алладан сұра, құрметті әйел кісілер. Күйеуіңіздің бағы, күйеуіңіздің даналығы, күйеуіңіздің ақылдығы, күйеуіңіздің сені құрметі тек қана дұғамен келеді. Дуалаумен емес, шешең екеуің жабылып дуалап алмаңдар бақсы бауырымызда. Жалғыз өз. Сондықтан енді дуалап ап, сен жаға көшіп кіріп алмасын қойындарыңа. Бірақ мейлі енді, қалай болғанда да, әйтеуір ақша сұрамай өз басын өз сүйреп, ары қарай бауырына бақытты болса бізге керегі сол. Сондықтан Алла баршамызға риза болсын. Кейде түстен кейін кіреді, кейде ақыл жай кіреді, кейде уақыт өте келеді, кейде бір таяқ жеп барып кіреді. Әркімдікі әртүрлі ғой. Бірақ сол даналық келгенше сіздерден керек, сабырлық керек. Сол сабырлық берсін, жаңағы асығырау, асыққан жаңағы әйел адам 4 макароны міндет қылмай, еркек адам алып келген ақшасын міндет қылмай, екеуі бір-біріне права. Не үшін бізде ұрыс көп болып жатыр? Өйткені құқық жаттап алғанбыз. Еркектер мен міндеттімін ба? Әйелдер шығады, мен міндеттімін ба тамақ істеуге? Ана естіп алған әйел емізгі болмайды деп. Баяғыда бір әйел айтатын көрдім, мен оказывается міндеттемесе сені бағуға. Мен оказывается тамағын істеуге міндеттемес екенмін деп, әйел адам сен шешеңді қарауға міндеттемес екенмін депті. Балаңды емізуге де міндеттемес екенмін, оказывается молда айтыпты депті. Сөйтсе еркек айтады дейді, онда жақсы, онда мен де бір қатынмен қалу міндеттемес екенмін, онда мен де тамақ пісіретін қатын алайын, онда мені жақсы көріп, менің кірім жуатынды алайын, кір жууға міндеттемес екенсің ғой десе, әйел адам қателігін түсініп, қалжыңдаған ғой, прикол ғой, не болсын жама деп. Сол сияқты приколдар болып қояды сондай. Жаңа санамай, міндет қылмай, праваларыңызды кашеттей бермей колонкасын, кішкене кейбір нәрсені үндемей ақ қоя салу керек. Сөз қылмай ақ, сен бүйткенде сөйткенсің деп үйтудің қажеті жоқ. Алла баршаларыңызға риза болсын, өмірлеріңіз берекелді болсын, Алла қолдасын, қорғасын, қазақ аман болсын, мұсылман әлемі тыныш болсын, баршаңызға ырыс берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.